Қазақстан Республикасының тұңғыш президент күні 1 желтоқсанда жыл сайын атап өтілетін Қазақстандағы мемлекеттік мейрам. Құрметті оқырмандар, сіздерді 1 желтоқсан тұңғыш президент күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Еліміз үшін айрықша мемлекеттік мереке тұңғыш президент күнінің орны бөлек. 1991 жылы 1 желтоқсанда тарихымызда алғаш рет өткен жалпы халықтық сайлауда қазақстандықтар өз еркімен Қазақстан президентін сайлады. Еліміз егемендік алып, дамудың жаңа жолын таңдады. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың салиқалы басшылығымен халқымыз тәуелсіздік туын биікке көтерді. Ата заңымызды, рәміздерімізді және рухани құндылықтарымызды қастерлей отырып, өміріміздің сан саласын дамыту, жас мемлекетіміздің абыройын асқақтату жолында тамаша бастамалар өмірге келді. Тұңғыш президент күнінің ерекшелігі осында. Ол қазақ халқының мемлекет болып қалыптасуының маңызды кезеңін айқындайды. Өйткені президенттік басқару формасы мен тәуелсіздіктің 30 жылдық тәжірибесі біздің ел үшін осы басқару формасының тиімді екенін көрсетті. Ішкі және сыртқы саясаттың негізгі бағыттарын анықтауға мүмкіндік берді. Тұңғыш президент күніне кітапханамыздың жеке қызмет көрсету бөлімінің ұйымдастыруымен елбасы кемеңгер көшбасшы атты әдеби сазы кешімізді қабыл алыңыздар. Мен сіздерді 1 желтоқсан тұңғыш президент күнімен шын жүректен құттықтаймын. Және де осы елбасы кепіл болатындар. Бірлік, татулық, сыйластық, тұрақтылық. Осыларға елбасы кепіл болады екен. Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа арналған Ахмет Балғынбекұлының өлеңі. Ата-бабам мың санаққа шыдаған, тәңірден тек тәуелсіздік сұраған, азаттықтың ақ таңы үшін тер төккен, тұңғыш қазақ президенті Нұр ағам, сүйеу болған аналарға жылаған, тіреу болған балаларға құлаған, елдің жерін арқалаған нар тұлға, тұңғыш қазақ президенті Нұр ағам. Сыртқа кетіп қалмасын деп сыбаға, шекараға қазы қағып нұраған, шетте жүрген қандастардың панасы, тұңғыш қазақ президенті Нұр ағам. Астанам бар азатпын деп қуанам, топқа түссем көк байрақты ту алам, тұңғыш қазақ мемлекеті құраушы, елін сүйген, елі сүйген Нұр ағам. Нурсултан Назарбаев родился 6 июля 1940 года на Жайлау-Ушконур в Заирийском Алатау. Бабушка новорожденного Марзабала предложила: пусть мой ненаглядный внук носит одновременно два имени сразу – Нур и Султан, пусть он будет Нурсултаном. В 1967 году окончил завод в Туз-Перекаркандийском металлургическом комбинате и проработал на этом комбинате 9 лет, после чего находился на партийной комсомольской работе. В 1979-1984 годах был секретарем Центрального комитета Компартии Казахстана. Возглавлял Казахстан с момента его образования в 1991 году. 20 марта 2019 года полномочия Нурсултана Назарбаева в качестве президента Казахстана были прекращены. Назарбаев – автор многочисленных книг и научных статей. Назарбаев личным примером активно пропагандирует здоровый образ жизни. Один из любимых им видов спорта – теннис. Еще одно серьезное увлечение – гольф. Немаловажную часть в жизни первого президента занимает музыка. Несмотря на мировую известность и признание Елбасы, информации о его семье не так много. Супруга Сара Алпасовна Назарбаева, основатель и президент Международного детского благотворительного фонда «Бубек». Назарбаева Тарика Нурсултановна, старшая дочь, доктор политических наук, депутат Сената парламента Республики Казахстан.
Кулебаева Динара Нурсултановна, средняя дочь, с 2004 года является председателем Совета директоров Казахстанского британского технического университета. Назарбаева Алия Нурсултановна, младшая дочь, руководитель строительной компании. 1 декабря – день первого президента в Казахстане. Трио, улыбнитесь. Готовы? Зачем на белом свете не заветная любовь? Зачем на белом свете не заветная любовь? Когда на улице заречной горят на стиле печи, и день, и ночь горят они, горят на стиле печи, и день, и ночь горят они. Я не хочу что не брали я ту заводскую проходную, что люди вывела меня, ту заводскую проходную, что люди вывела меня на свете много улиц, но если я, друзья,